Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай керемет, дәмді, әдемі көрінетін дастарханның көркін ашатын салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен мен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды, ұмытпаңыздар. Бірінші осындай пиязды алып, кубиктеп турап, шұңғыл ыдысқа салып, үстіне 1,5 ас қасық шекер салып, шамалы араластырып, оның үстіне уксус, 2 тамшы уксус салып араластырамыз және қайнап тұрған суды пияз батып тұрғанша құйып, бетін жауып бір шетке қоямыз. Осындай үлкендеу тәрелкеге торт пісіретін форманы қойып, пішін жасап, домалақ пішін шығу үшін осындай ыдыс қойып, піскен картопты терканың үлкен жағымен осылай әдемелеп өткізіп алып, үстіне тұз, бұрыш сеуіп және майонез жағамыз. Оның үстіне піскен сәбізді тағы да осы үлкендеу жағынан өткіземіз. Терканың әдемелеп, вилканың көмегімен әдемелеп орналастырып, тағы да шамалы тұзбен бұрыш сеуіп, майонез жағамыз және жаңағы маринадтап қойған пиязды суын ағызып, тек пиязын қана саламыз. Және бізге осындай шпрот қажет. Шпротты осылай вилканың көмегімен мұжып, осылай пияздың үстіне саламыз. Пияз бен шпроттың үстіне майонез жақпаймыз. Ендігі кезекте бізде тұздалған қиярды терканың үлкен жағымен осылай өткізіп алып, оны да шпроттың үстіне саламыз. Және суын бөлек алып қаламыз. Суымен кетіп қалмау керек. Оның үстіне майонез жағамыз. Және осындай 3 жұмыртқа керек болады. Сыртын бір бөлек, ішін бір бөлек аламыз. Ішін бір бөлек қойып қоямыз, ол бізге керек болады. Сыртын терканың майда жағымен өткіземіз. Міне осылай вилканың көмегімен орналастырамыз, әдемелеп, шет-шетінің барлығына жеткізіп, және тұз себеміз, майонез жағамыз осылай. Керекті ингредиенттерді описание бөліміне қалдырамын. Енді кез келген сырды алып, осылай майда жағымен өткізіп, оны да әдемелеп шет-шетіне жеткізіп қойып шығамыз. Сырды өткізіп болғаннан соң, жұмыртқамыздың ішіндегі домалағын осылай майда жағымен оны да өткізіп аламыз. Және салатымыздың ең бетін осы жұмыртқаның сарысымен жауып, сары әдемі түс шығып тұрады осылай. Жұмыртқаны өткізіп болған соң, ендігі кезекте әсемдеу үшін кез келген өзіңіздің қалауыңызша укроп қойсаңыз болады. Мен осындай қызанақты 4 бұрышты етіп
турап ортасына ғана қоюды жөн көрдім. Міне осындай әдемі, жұмсақ, дәмді, ерекше салатымыз дайын. Жаңа жылдық дастарханға өте керемет болады. Дайындалуы оңай, ерекше салат. Сіздерге рецепт ұнаған болса, поделицаны басып, WhatsApp желісіне таратып қоюларыңызды сұраймын. Мен торт сияқты кесіп қоюды жөн көрдім. Өте керемет болды. Дастарханның көркін ашатынына сенімдімін. Және қонақтарыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.